Құрметті жерлестер, қадірменді ұстаздар, қымбатты білім саласының қызметкерлері, барша қауым үшін тамаша мереке білім күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Ел келешегі жас ұрпақты жан-жақты білім иесі етіп тәрбиелеудің маңызы зор. Білім тоқтаусыз, толассыз үдеріс. Заманыңа сай мықты білімді болу тек қана өз қолымызда. Шәкірттерді білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді етіп оқыту мен тәрбиелеу біздің ең басты мәртебелі міндеттеріміздің бірі. Бүгінгі таңда Жетісай ауданында білім бөліміне қарасты 70 мектеп жұмыс істейді. Оның 69-ы жалпы орта, біреуі негізгі орта мектеп саналады. Соның 63-і типтік, жетеуі ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Аталған 70 мектептің 65-і 2 ауысымда, 4-еуі 1 ауысымда білім береді. Ал бұған дейін 3 ауысымда білім беріп келген Жаңауыл ауылдық округіндегі Ынтымақ ауылында орналасқан. Тұрар Рысқұлов атындағы жалпы орта мектебіне 600 орындық жаңа ғимарат салынып, алдағы желтоқсан айында ел игілігіне берілетін болады. Ауданымыздағы 70 мектептің 28-і табиғи газбен, 41-і қатты отынмен, 1 мектеп сұйық отынмен жылытылады. Биылғы жылы тағы да 6 мектеп табиғи газға қосылады. Сонымен қатар, 1 қыркүйек күні Қызылқұм ауылдық округі Ақтөбе ауылында 300 орындық нөмір 126 жалпы орта мектеп жұмысын бастайтын болады. Осы білім ошақтарында биыл 1 және 11 сыныптарда 43.159 бала тәрбиеленеді деп күтілуде. Ал 1 сыныпқа 9.000-нан астам оқушының келуі жоспарлануда. Мектептегі ұстаз баланың екінші ата-анасы, болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы. Оның бойындағы білімі, ақылы, ойының қуаты талай мықтыны тәртіпке баулып, есейтіп ер жеткізді. Осы мақсатта ауданда 5634 педагог оқу тәрбие жұмыстарын жүргізетін болады. Аудан бойынша 2018-2019 жылдардағы жылу беру маусымының дайындығын қамтамасыз ету мақсатында барлық білім беру мекемелерінде гидравликалық сығымдау жұмыстары жүргізіліп, соның нәтижесінде ақауы анықталған 15 мектепте жылу жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жалғасуда. Аталған ағымдағы жөндеу жұмыстарына 26.925.000 теңге қаржы қаралған болатын. Сондай-ақ, бүгінде ауданымыздағы барлық мектеп толығымен жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқулықтармен толық қамтылды. Бұл мақсатқа 420.109.000 теңге бөлініп, 70 мектепке 330.742 дана оқулық сатып алынды. Құрметті ұстаздар және білім саласының ардагерлері, сіздерді алдағы білім күні мерекелерімен шын жүректен құттықтай отырып, мықты денсаулық, шығармашылық табыстар тілеймін.